20 ғасырдағы қазақ көркем сөзінің өсіп толысуына, қарыштап дамып, әлемдік өркениетті әдебиеттерінің орын тебуіне ірі үлес қосқан ақын, жазушылардың маңдай алдыларының бірі Әбділда Тәжібаев. Биыл халық жазушысы Әбділда Тәжібаевтың туғанына 115 жыл толып отыр. Әбділда Тәжібаев 1919 жылы Ақмешітте, қазіргі Қызылорда қаласында дүниеге келген. Орта жүз Қыпшақ тайпасы Торы руы Бессара атасынан шыққан. Әкесі Тәжібаев Әбділда болған. Кейінірек үйлеріне келген қонақтар мен ауыл адамдарына кішігірім жиын топты әлгі қисса дастандарды атасының айтуымен Әбділда оқып беретін болған. Оның үстіне бұл ауылға, әсіресе осы нағашы атасының үйіне сыр елінің атақты ақын жазушылары жиі келіп тұрған. Өлең жырларына кезек берейік. Сырдария өлеңі оқитын Жеткізген Токин. Сырдың суы қартанам, сенсің мені әлдилеген туған сенен мен балам. Сүйсегейне анам десе, сүйген суы рейнесін, сырдың суы туған олда өз ақынын дейнесін. Жасса Тарас, Днепрді жасса Пушкин. Әбділданың алғашқы өлеңдері осы интернаттың Қабырға газетінде жарияланады. Одан кейін Шымкенттегі 7 жылдық мектепте 1929-1932 жылдары Абай атындағы Қазақ педагогика институтында оқиды. 1953-56 жылдары Мәскеудегі жоғары әдебиет курсын бітіреді. 1939 жылы оның төрағалығына сайланады. Үшін құрбандыққа бүкпесіз жүрек сырын айтар жұртқа. Құласа сенеменен бір құлайды, аяныш сонда ешкімнен сұрамайды. Қамыспас қас болаттай кеткенінде, қарғысы атқан оқтай жек көрі болады. 1963 жылы Қазақ КСР жоғары кеңесінің депутаты және Қазақ КСР жоғары кеңесі төралқасының мүшесі болып сайланады. Филология ғылымының докторы Әбділда Тәжібаев жазушылығына қоса біраз жылдар Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында ғылыми зерттеу жұмыстарымен шұғылданып, өмірінің соңғы жылдарын бірыңғай шығармашылыққа арнайды. Күз өтсе де, жұмсақ орын ерегі саған жайлап, жан басынан қырған сіз өтсе де, анау мынау сөзіне кешірімді, оңай оспақ білмейді өшігуді, жоқтан бардан себепке сылтау тауып, жаптың тұрар демейді есігімді. Аралдар, кешеден бүгінге, жартас, жаңа өрімдер, құрдастар, толағай және 5 томдық жыр жинақтары жарық көрген. Майра, жартас, жалғыз ағаш орман емес, көңілдестер, той боларда, Дубай Шубаевич тағы да басқа пьесалары қойылған. Әдебі әжептәуір сыйларды, ағаға семіз бағлан басын тартып, жеткізер үні қолын сирағына. Адамның бәрімен бір бағы барда, көрінер тым бауырмал жағларда, шаттығын шабыттанған жатыр алмас, арада тастығот жағыларда. Абай аруағына арнап Абай мен Мұхтарға қойдық белгі, сағындырған сарарқа, жолдас Абай өлеңдерін жазды. Тәжібаевқа жыр жинағы үшін Қазақстан Республикасының Абай атындағы мемлекеттік сыйлығы беріледі. Әбділда Тәжібаев сонымен қатар осы заманғы қазақ поэзиясының аса көрнекті шебері, ірі драматург және белгілі әдебиет зерттеушісі. Қазақстан көмірі деп таныңыз. Тура алғанда ақ мамықтай бөлкелер, түспей екен есте астық өлкелер. Соның бірі Қазақстан таныңыз, соның наны жеген осы наныңыз. Дастарқаннан нартай қызыл алманын, қос тосқанда таңдап бірін алғалы. Қазақстан дей көрініс бауырым, өсіруші алманың ең тәуірін. 30 жылдардың соңынан ала бастап, әдебиеттің бұл күрделі жанрында айтулы туындыларын берді. Әдебиеттану саласында да жемісті еңбек етіп, Әбділда Тәжібаев талантты ғалым екенін танытты. Оның әсіресе поэзия мен драматургия саласындағы зерттеулері терең ғылымилығымен, талдауларының нәзіктігімен тәнті етті. Өз мәресіне жетті. Әрі қарата ақынның шығармашылығына арналған Әбділда сыр елінің перзенті атты кітап көрмесімен жалғасады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.